Сонымен 1480 жыл. Бұл 1480 жылдардағы әлемнің картасы, яғни бүгінгі өткен Алтын Орданың ұлыстары Мәскеу, Қазан, Сібір, Ноғай ордасы, өзбектер, қазақтар деген сияқты. 1480 жылы Казимир IV-мен, яғни біз өткен видеода айтқандай, Литва мен Польшаның билеушісі, сол кездегі Казимир IV-мен келісім бойынша Үлкен Орданың билеушісі Ахмет хан әскерін бастап Мәскеуге үлкен жорықты бастайды. Тарихи кітаптарда осыған байланысты бір қызық дерек жазылады. Ахмет ханның қалың әскер бастап Мәскеуге келе жатыр дегенін естіген князь Иван III қалтырап кетті. Өз сарайында әрі-бері жүріп уайымға батқан князь тіпті Ахмет ханға салықты төлеп тыныш отыруды да ойлайды. Алайда сол түрік хандықтарынан қашып келген ордалық ханзадалар мен әмірлер князьді Ахмет ханға қорықпай қарсы шығуға әзер дегенде көндіреді. Ойлап қараңыздаршы, міне үлкен территорияны алып жатса да, Мәскеу мына шағын ғана территорияны алып жатқан сол кездегі үлкен орданың, яғни Алтын Орданың ең соңғы сарқын шағы үлкен орданың әскер жорыққа аттанды дегенді ести сала, 3 Иван тіпті бұрынғысынша салық төлеп тып-тыныш қана отыруды ойлайды. Бірақ бұл жерде тарихи шешуші рөлді атқарды дейміз бе, әлде бұл тарихи процесс дейміз бе, қалай десеңіз де, сол кездегі Мәскеу князі Иван III-ні Ахмет ханға қорықпай қарсы тұруға көндірген бұл соның төңірегіндегі орыс князьдері емес, сол кезіндегі Қырым, Үлкен Орда, Астрахан, Қазан сияқты осындай түркітектес хандықтардан өзінің еліндегі таққа таласа жеңілген, қашып кеткен сондай ханзадалар, яғни түркі әмірлері осы Мәскеу сарайында 3 Иванды қарсы шығуға ақыры көндірген болатын. Соның нәтижесінде ғана Үлкен Орда және Мәскеудің арасында Угра өзеніндегі тұрыс деген тарихи оқиға болды. Сонымен әскер саны ордалықтардан әлдеқайда көп екендігіне қарамастан, яғни Мәскеудің әскері көп болғандығына қарамастан, ғасырлар бойы бағыныштылық психологиясының әсер еткені сондай, князьдің, яғни Мәскеу князінің ордалықтарға соңына дейін қарсы тұруға екі ойлы болуы, бұл бүгінгі КСРО құрамынан шыққан түрік халықтарының басындағы жағдайға ұқсайтындай. Сонымен қашып келген ордалық ханзадалардың көндірумен Мәскеудің билеушісі Иван III әскер бастап, ақыры Үлкен Ордаға қарсы шықты. Сонымен Мәскеуге қарсы тұрған Үлкен Орда әскері расында бұл кезде Мәскеу әскерінен әлдеқайда аз болатын. Бірақ ол мына жақтан келетін, яғни Литва мен Польшаның билеушісі Казимир IV-тен келетін көмекші әскерді күтіп, соның уәдесіне сенді. Бірақ Казимир IV өз әскерін әкелем деген уәдесінде тұрмады. Ақыры орыстар мен ордалықтар шешуші шайқасқа түсуге жүрексініп, екі жақта Мәскеуде бірінші шабуыл жасауға қорықты, Үлкен Ордада шабуыл жасауға қорықты. Екеуі де кері шегініп кетті. Екі әскерде. Мәскеу князі Иван III өз ордасына кері шегінсе, Үлкен Орда ханы Ахмет хан көмектің келмесін түсініп, амалсыздан кері шегінуге мәжбүр болады. Себебі бұл кезде мына Казимир IV-ден келе жатқан әскер көмекке келетін еді дейді тарихшылар. Себебі бұл жерде Қырымның билеушісі жолға бөгет болды. Яғни Қырым мен Мәскеу, оның алдында өткен видеоларды көрген болсаңыздар, Қырым мен Мәскеу өздері әлсіз екенін біліп, Үлкен Ордаға қарсы одақ құрған болатын, яғни әскери одақ құрған болатын. Соның нәтижесінде әйтеуір Үлкен Орданың қауіпінен шамалы да болса құтылды. Қырым әскері Литва жеріне жорық жасайды, сол Литва әскерін жолдан бөгеп қалады да Үлкен Ордаға көмек келмей қояды Литва жерінен. Угра өзеніндегі бұл оқиға Алтын Орданың дәуірі біткенін көрсеткен тарихи оқиға болды. Әрине, арада біршама уақыт өткенмен бұл шайқас, яғни Угра өзеніндегі оқиғадан кейінде орыстар үнемі мына ордалық билеушілерден үнемі теперіш көріп отырды. Қалай дегенмен де Угра өзеніндегі шайқас оқиғадан кейін Мәскеу өзінің жаңа тарихи парақтарын бастады, тәуелсіз билік ете бастады. Бірақ көбінесе орыстың тарихшылары Мәскеудің тәуелсіздік алуын оның алдында болған
оқиғалардан бастау алады, яғни сонау 1380 жылдардан бастайды, кейбіреулері 1360 жылдардан бастайды деген сияқты. Бірақ өздеріңіз білесіздер, 1382 жылы Тоқтамыс ханның Мәскеуде өртеп жіберген жорығы, одан кейін Едігенің Мәскеу жорығы, оның барлығы да айналып келген кезде үлкен орда болсын, алтын орданы болсын, бір қалыпта сақтап қала алмады. Бірақ әйтеуір белгілі бір кезеңге кері шегерді.